Баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай тіске басар, яғни пицца, мини-пицца десек те болады. Рецептпен бөлісетін боламын, менімен бірге болыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге осылайынан қатпарлы қамыр керек болады. Слоеный тесто дүкеннен алсаңыздар да болады. Менде бұл жерде өзім алдында жасап қойған қатпарлы самсамның қамыр болатын. Осылайынан 4-5 қылып жайдым. Үлкендеу дөңгелек болсын жайып аласыздар. Осылай жайып, кетчуп жағамыз міндетті түрде арасына. Сосын қалауларыңызша арасына не салғыларыңыз келеді, соны салсаңыздар болады. Менде бұл жерде тұздалған қияр мен шұжық салдым. Бетіне сырды міндетті түрде қолданатын боламыз. Мінекей осылай жайып шұжығымды турап алдым. Осылайынан қалаған нәрселеріңізді салғаннан кейін осылай орайсыздар, міндетті түрде тығыздап ораңыздар ләжі болса. Осылайынан жақсылап бекітіп, жан-жағын бәрін екі шетін жауып турайтын боламыз енді. Турағанда да қатты үлкен қылмайсыздар, қатты жіңішке де болмайды. Қазір видеодан қарасаңыздар болады. Сантиметр 2-3 сантиметрдің жобасында болады. И оны біз үстінен басатын боламыз. Сол себепті қатты жұқа қылудың қажеті жоқ. Мінекей осылайдан шамалы үстін басып шықсаңыздар, формасы пішіні әдемірек болады. Және үстіне сыр ірімшігімізді кәдімгідей үккіштен өткізіп, бетіне сеуіп шығатын боламыз. Мен бұл жерде үккіштен сырымды өткізіп, сразу бетіне қойдым. Егер де сіздер бірінші шамалы пісіріп алып, барып үстіне қойып шықсаңыздар болады, сырды қалауларыңызша істесеңіздер болады. Мен де бұл жерде сразу осы ірімшікті қолдандым. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Енді дайын болған мини пиццаларымызды пешке салатын боламыз. Жарты сағаттың жобасында дайын болады. Қарап тұрыңыздар, мінекей ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.